Жастардың ең жақсысы қарттарға ұқсағаны, қарттардың ең нашары жастарға ұқсағаны. Жастық шақ даналықты меңгеруге арналған уақыт, ал кәрілік оны қолдануға арналған уақыт. Ақылсыз қарт өкінішпен қартаяр, есті қарт қайғырмай-ақ қартаяр. Жасында тырысқан қартайғанда қуанады. Үй сыртында төбең болса ерттеулі атың, ел ішінде қазыналы қартың болса жазып қойған хатың. 50-ге дейін қатарыңмен жүресің, 50-ден кейін қадіріңмен жүресің. Қарттың жақсысы жастың жақсысын күндемейді. Есті адамның сөздерін ескеріп жүрген кісіде есті болады. Кәрінің 3 түрі болады. Біріншісі қадірлі қария, екіншісі қазымыр кәрі, үшіншісі қадірі жоқ қыдырма шал. Қарт адамның үйренуге де, ақыл айтуға да қақысы бар. Сен келген жоқсың өмірге, тек қана ішіп жейін деп. Келмеп пе ең осынау өмірге, сен де бір нәрсе дейін деп. Айталмай кетпе, айтып кет, айта алмайсың қайтып кеп. Біз көрген шалдар қартайып қалдым деп өкінбейтін. Қайта, Құдайға шүкір, қариялыққа да аман есен жеттік-ау, бұған да тәубе деп отыратын. Жасында көргені жоқтың, өскенде айтары жоқ. Жастығым өтті деп не керек уайым ғып, жігіттік дегенің қарттыққа дайындық. Жылама ағайын жастығым тәмәм деп, жыла сен, қарттыққа дайындық жаман деп. Кәрілікке емтихан тапсыратын шәкірттей дайындал. Жасы ұлғайған адамға ең керегі жайлы төсек, жылы қабақ, тәтті тамақ. Ақылды қарттар жастарға кедергі емес, тірек болады. Бәсекелес емес, мұғалім болады. Балалықтың пәктігін, жігіттіктің шаттығын, егделіктің сабыры мен сақтығын сақтап қалған қарт бақытты. Өзің қартаң тартсаң да, сөзің қартаң тартпасын. Қарты бар үйдің қазынасы бар. Қария даналық пен өмір тәжірибесінің қайнар көзі. Өсиет те қарттарда, қасиет те қарттарда, қасірет те қарттарда. Қарттықты қанжар дейді мұқатылған, майырылып сынбай әзер шыдап тұрған. Меніңше қарттық деген алтын сандық, ішіне үлгі білім сыйып тұрған. Бала кезіңде оқығаныңды, қария кезіңде түсінесің. Жастар армандайды, қарттар есіне алады. Жақсы адам қартайса, жазып қойған хаттай. Жаман адам қартайса, бықсып жанған оттай. Өсер елдің қарттары қазына болар, тозар елдің қарттары қазымыр болар. Даналық, қарттық бірге келе бермейді. Кейде қарттықтың бір өзі келеді. Қария бәріне сенеді. Орта жастағы адам бәрінен күмәнданады. Жас адам бәрін біледі. Қарттардың бәрі кезінде бозбала болған, ал бозбалалардың бәрі қарттыққа жетер-жетпесіне не ғайбыл. Қартыңды сыйлай біл, күндердің күні болғанда, кімдердің белі бүгілмес. Кәрілікке күлме, өзің де соған қарай кетіп бара жатырсың ғой. Қарт көрсең әкеңдей сыйла, жас көрсең балаңдай сыйла. Жасында байқары жоқтың, жасы келгенде айтары жоқ. Жасында әдеп үйренбеген кісіден өскен соң қайран жоқ. Көп жасағаннан сұрама, көпті көргеннен сұра. Халықтан қайырымдылықты, қариядан байымдылықты үйрен. Қарт адамның көзі жасты. Қайғырса да жылайды, қуанса да жылайды. Жақсы адам қартайса, ақ сақалды абызға айналады. Жаман адам қартайса, піспей қалған қауызға айналады.
Ел қариясы, ел қазынасы. Неменеңе жетістің бала батыр, қариялар азайып бара жатыр. Бірі мініп келместің кемесіне, бірі күтіп әнекей жағада тұр. Алдымда жүрші көзімнің, асылым алтын қазынам. Ауыра қалсам өзіңнің, пейіліңнен ақ жазылам. Әруағыңнан айналдым ұлы шалдар, өздерің жоқ сөздерің тірі шалдар. Егер қарттар өздерінің көрген білгендерін жастарға айтып отырмаса, онда қарттардың өздері кінәлі. Қазақ қариясын сыйлаған халық, қарты бар үйдің қазынасы бар деген. Көпті көрген кісі зерделі болса, жасы келгенде парасат иесі болады. Үлкендердің көзі дүниені өзгеше бағамдап, дұрыс пайымдайды. Сондықтан ақсақалдарды төрге шығарып бата сұраған. Есіне бәрін сақтаған, қағаздай қылып қаттаған. Шежіре қартты күтіңдер, пайғамбар жасын аттаған. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.